осындай ауыр күнәға өзімізді батырамыз, өзіміз байқамай. Ол шүкірсіздік. Байқасаңыздар, қараңыз, өздеріңізді сөздеріңізді тыңдап көріңіздер. Мысалға қараңыздар, 300 мың айлық табамын. Мысалы кеше, например, естідім, Ташкентке барып, шетелге шықтым ба деген кезде, Ташкентке шығып келдім ғой. Ол да шүкірсіздік. Ташкентке жұрттар әлі шықпаған да, вообще шықпағандар бар тіпті. Сол үшін осындай қарапайым нәрсе, бұл шүкірсіздік. Алла тағала айтады, мынандай болса да осыған шүкір етсең, азға шүкір етсең, мен сені арттырамын дейді. Сол үшін байқасаңыздар, осындай нәндей нәрсеге біз шүкірсіздік танытамыз да, сөйтіп жалоба істейміз. Менде осындай жатыр, мынадан шыға алмай жатырмын, тағысын тағы дегенде. Мынандай қарапайым нәрсені тұр да. Сол үшін осы нәрсені максимально бәрін таныстарыңызбен бөлісіңіздер, тіркеліп алыңыздар. Егер осы мәселені шешкіңіз келсе, осыған ұқсас жағдайда төменгі разбор сөзін жазып тіркеліп алыңыз.